байланысты екен. Енді біз жалпы осы Керей мен Жәнібекке тоқталсақ, ең бірінші бізге еске түсетін мемлекет бұл Ақ Орда мемлекеті. Неге Ақ Орда мемлекеті? Себебі осы Ақ Орда мемлекетінің соңғы ханы болған, сіздер білесіздер, Барақ деген хан болған, осы Барақ 1428 жылы қайтыс болған еді, кейін оның орнына Әбілқайыр хандығы құрылған болды. Біздің қарастырып отырған Қазақ хандығының негізін салған Керей мен Жәнібек осы Барақтың ұрпағынан тарайды. Атап айтсақ, Керей бұл Барақтың ағасы Болаттың баласы, ал Жәнібек бұл Барақтың баласы, туған баласы. Сонда былай айтқан кезде Қазақ хандығының құрылуына ықпал болған қай мемлекет десе айтамыз, ол Ақ Орда мемлекеті. Себебі Қазақ хандығын құрған Керей мен Жәнібек бұл Барақтың ұрпақтарынан тарайды. Яғни жаңағы Керей бұл Барақтың ағасы Болаттан тарайды, немесе Жәнібек бұл Барақтың баласы. Жалпы айтқан кезде сіздер білесіздер, Ақ Орда хандарын негізін салған бұл Орда ежен болған. Орда еженнен кейін Ерзем мен Бөбәре хан кезінде Ақ Орда Алтын Ордадан бөлінген етін, және де былай айтқан кезде 14-ші ғасырдың 60-70 жылдары Ақ Орда мемлекет ұрысқан басқарған, оның кезінде Ақ Орда мемлекет бірге басқан. Яғни былай айтқан кезде Керей мен Жәнібектің арғы аталары ұрысқаннан басталады. Сонда жалпы сіздер логика қосу керек. Яғни Қазақ хандығының құрылуына ықпал болған мемлекет қай мемлекет десе айтасыз, Ақ Орда мемлекеті, немесе Қазақ хандығының ұрпақтары Керей мен Жәнібек кімнің ұрпақтары десе ұрысқан ұрпағы деп айтасыздар, немесе жалпы жаңағы Жәнібек бұл Барақтың баласы деп айтсаңыздар болады. Сонда жалпы біз түсіндік. Яғни Қазақ хандығының құрылуына ықпал болған мемлекет бұл бірден-бір мемлекет, бұл Ақ Орда мемлекеті екен. Енді Қазақ хандығының құрылуы туралы негізгі дерек бұл Мұхаммед Қайдар Дулатидың Тарихи Рашиди деген еңбегінде кездеседі. Яғни осы Тарихи Рашиди еңбегінде Мұхаммед Қайдар Дулати Қазақ хандығы дейді, шамамен 1465-66 жылы Қозыбасыда құрылды деген. Жалпы Қазақ хандығы құрылған туралы бізде осы көбінесе Мұхаммед Қайдар Дулатидың Тарихи Рашиди еңбегінде баяндалады. Енді жалпы Қазақ хандығының 550 жылдығы бізде 2015 жылы аталып өтілген болатын. Сонымен біз жалпы түсіндік, Барақ кім, Керей мен Жәнібек Бараққа кім болатынын түсіндік, Қазақ хандығы құрылған туралы Мұхаммед Қайдар Дулатидың жаңа Тарихи Рашиди еңбегінде кездесетінін білдік, және де Қазақ хандығының 550 жылдығы үлкен мерекелік іс-шара бізде 2015 жылы аталып өтілген болатын. Енді жалғастырайық. Жалпы жаңа айттық, 1465 жылы Шу мен Талас алқаптарында Қазақ хандығы құрылады. Енді Қазақ ханының алғашқы ханы ол бізде Керей сайланады, және Қазақ хандығының астанасы болып, немесе ордасы болып бізде Қозыбасы болады. Енді бұны естіген Әбілқайыр, білесіздер, ол ренжиді, өзінен бөлініп кеткен жаңағы Керей мен Жәнібекті бір жазалау мақсатында жорыққа шығады, оны сіздер алдыңғы сабақта айтқан болатын, бірақ ол жорық сәтсіз аяқталған болатын. Осы туралы жалпы жаңағы Махмуд ибн Уәли өз шығармасында былай баяндайды. Яғни Әбілқайыр Моғолстанға жорыққа шығады дейді. Соны Махмуд ибн Уәли шығармасында былай баяндап береді. Көп әскер жиналған соншалық дейді, бүкіл дала салт аттыларды мұндай саны таршылық еткендей болды дейді. Әскер 7 құдыққа келіп тоқтады дейді. Нөсер, қар, аяз тұрып, Әбілқайыр әскерінің іс-қимылы тежеді дейді. 1468 жылы Әбілқайыр қайтыс болды дейді. Сонда жалпы айтқанда енді деректер көп. Әбілқайырдың қайтыс болуына байланысты бір деректерде ол жаңағы ауырып қайтыс болды дейді, бір деректерде ол жаңағы енді мен естуім бойынша туберкулез ауруымен ауырған дейді. Қысты күні жаңағы өкпесіне суық тиіп ауырған дейді. Пневмониямен ауырған сонда шамасы. Сонымен біз жалпы түсіндік. Қазақ хандығы 1465 жылы Қозыбасыда құрылған. Қазақтың алғашқы ханы бұл Керейдің есімімен байланысты екен. Мына Қазақ хандығының құрылған жері мынау Шу мен Талас арасы, мынау жер. Яғни Қозыбасы деген осы жерде. Енді сіздер білесіздер, Әбілқайыр қайтыс болғаннан кейін Әбілқайырдың жаңағы билікке талас басталады. Сол туралы тағы да Әбілқайыр қайтыс болғаннан кейін Ибн Рузби хан да бір дерек келтіреді. Ибн Рузби хан айтады, өзбек хандарының дейді, яғни көшпелі өзбек мемлекеті ғой, иеліктеріндегі берекесіздік пайда болды. Былай айтқан кезде, жаңа 1468 жылы Әбілқайыр қайтыс болғаннан кейін осы Ибн Рузби хан айтып отыр, жаңағы өзбек мемлекетінде, немесе жаңа көшпелі өзбек мемлекетінде жаңағы берекесіздік пайда болды. Яғни былай айтқанда билікке талас басталды деген сөз.
Енді Әбілқайыр қайтыс болды, соны пайдаланған Керей мен Жәнібек 1469-1470 жылдары Керей мен Жәнібек бастаған қазақтар мына Моғолстаннан Дешті Қыпшаққа оралады да Әбілқайыр ұрпақтарымен күресіп жеңіске жетеді. Яғни былай айтқан кезде уже 1469-1470 жылы Керей мен Жәнібек Моғолстаннан қайтадан шығыс Дешті Қыпшақ аймағына қоныстана бастайды, сол жерде кімнің ұрпақтарымен соғыса бастайды? Әбілқайырдың ұрпақтарымен соғыса бастайды. Енді білесіздер, алдыңғы сабақта айтқан болатынбыз. Әбілқайыр қайтыс болғаннан кейін билікке Шайбани әулетін басқаруға бізде Әбілқайыр немересі Мұхаммед Шайбани келген болатын, иә? Бұл біздің алдыңғы сабақта қарастырамыз. Яғни 1468 жылы жаңағы Әбілқайыр қайтыс болады, кейін Әбілқайыр қайтыс болғаннан кейін билікке Әбілқайырдың немересі Мұхаммед Шайбани келеді. Енді Мұхаммед Шайбанидің қандай мақсаты болды? Яғни оның негізгі мақсаты қандай? Жалпы Мұхаммед Шайбанидің негізгі мақсаты Қазақ хандығын тартып алған шығыс Дешті Қыпшақта Әбілқайыр хандығын қайта қалпына келтіру болды. Сонда былай айтқан кезде Әбілқайыр қайтыс болды, Шайбани әулетінің билігіне сол жаңағы Әбілқайырдың немересі Мұхаммед Шайбани келеді. Мұхаммед Шайбанидің негізгі мақсаты, основной цели ол неге байланысты екен? Жаңағы қазақтар тартып алған шығыс Дешті Қыпшақта қайтадан Әбілқайыр хандығын не істеу? Қалпына келтіру болды. Сонда сіздерден сұрау мүмкін, Әбілқайыр хандығын келтіруге ықпал жасаған тұлға кім десе айтасыздар? Ол Мұхаммед Шайбанидің есімімен байланысты екен. Енді осы мақсатты 15 ғасырдың 70 жылдары Мұхаммед Шайбани Сырдария аймағын жорық жасап, Сығанақ қаласын басып алады. Мынау Сырдария өзені, мынау Сырдария өзені. Яғни былай айтқанда 15 ғасырдың 70 жылдары осы Мұхаммед Шайбани Сырдария аймағын жорық жасап, қай қаланы басып алады? Сығанақ қаласын басып алады. Бірақ бұл ұзаққа сақталмайды. Себебі Мұхаммед Шайбани Сығанақ қаласын басып алғаннан кейін сол кезде жаңағы қазақ ханы Керейдің ұлы болған Бұрындық деген сұлтан болған, білесіздер, кейін хан болған. Осы Бұрындық сұлтан Мұхаммед Шайбанидің әскерін талқан шығарды. Сонда уже логиканы түсініңіздер. Яғни Әбілқайыр хан қайтыс болды, орнына немересі Мұхаммед Шайбани келеді. Оның негізгі основной целі ол жаңағы шығыс Дешті Қыпшақта бұрынғы атасының жаңағы Әбілқайыр хандығын қалпына келтіру. Сол мақсатта ол жаңағы Сырдария аймағына жорық жасайды. Сығанақта басып алады, бірақ ұзақ ұстап алмайды. Себебі неге? Сол кезде оны келеді, жаңағы Керейдің ұлы Бұрындық келеді, тас талқанын шығарып тастайды. Былай айтқанда Мұхаммед Шайбани позор болып жеңіледі. Сөйтеді, енді Мұхаммед Шайбани не істейді? Ол енді артқа оңтүстікке қарай шегіне бастайды. Дәл сол кезде Мәуереннахр территориясында Әмір Темір империясы ыдырай бастайды. Яғни былай айтқан кезде Мұхаммед Шайбани естиді, что мына Мәуереннахр территориясында Әмір Темір құрған империя не істейді? Ыдырап жатыр. Соны конкретно пайдаланады Мұхаммед Шайбани. Яғни Әмір Темірдің империясы әлсірей бастайды. Соны пайдаланған Мұхаммед Шайбани Самарқан, Бұхара қалаларын басып алады. Нәтижесінде Шайбани мемлекетін құрады. Оның астанасы Самарқан қаласы болады. Сонда жалпы айтқаныңызда Мұхаммед Шайбани жаңағы Сығанақ қаласының түбінде Бұрындықтан конкретно жеңілсе, оңтүстік келеді, қараса мына жақта хоп, кімдер әлсіреп жатыр? Әмір Темір империясы әлсіреп, ойланады. Оқ деп, мыналар әлсіреп жатыр ғой. Мне повезло. Сөйтеді, Мұхаммед Шайбани келеді, Әмір Темір империясына қарасты жаңағы Самарқанд пен Бұхара қалаларын басып алады. Сөйтеді, сол жерде өзінің мемлекетін құрады. Ол қалай аталады? Шайбани мемлекет деп аталады. Жалпы 16 ғасырдың соңына дейін осы Мәуереннахрдағы билік Әбілқайырдың ұрпақтарының қолына болған. Өйткені Мұхаммед Шайбани бұл кімнің ұрпағы? Жаңағы Әбілқайырдың ұрпағы болғандықтан. Енді бұны біз жалпы түсіндік, иә? Енді сонда біз жалпы ойланамыз. Значит, 1428 жылы Ақ Орданың орнына бізде Әбілқайыр хандығы құрылған. Әбілқайыр хандығы 1468 жылы ыдырайды. Сол кезде Моғолстанда мекендеген қазақтар Дешті Қыпшақ жерін жаулап алады. Сығанақ қаласының түбінде Мұхаммед Шайбани жеңіліске ұшырайды, ол артқа шегінеді, яғни оңтүстіктен былай қарай. Сол кезде Әмір Темір мемлекетін келіп жаулап алады. Сол жерде қандай мемлекет тұрады? Шайбани мемлекетін құрады. Мұны картаға назар аударсаңыздар болады. Енді 15 ғасырдың соңғы кезеңінде Керей мен Жәнібек ханның негізгі мақсаты бұл мына
Сырдария бойындағы қалаларды не істеу? Соғысу. Немесе 15 ғасырдың соңғы ширегінде дейді, Керей мен Жәнібек дейді, Сырдария бойындағы қалалар үшін дейді, жаңағы Мұхаммед Шайбанимен соғысты дейді, Ноғай ордасымен соғысты дейді, және де Орта Азия билеушілермен соғысты дейді. Сонда былай айтқан кезде, қазіргі Қызылорда территориясы, ойлаңыздаршы, қазіргі біздің Қызылорда территориясы, Сырдария бойы бар ғой, қазір Қызылорда. Сол жер үшін, мана 15 ғасырдың соңында қазақтар, Орта Азия билеушілері, мына жақтағы Ноғай ордасы, Шайбани мемлекеті сол жер үшін соғысқан. Былай айтсақ, Сырдария өңірі основной ядро болған ғой, ең негізгі соғыстың ошағы болған. Представьте, көз алдына 15 ғасырдың соңында осы Сырдария аймағы үшін, қазіргі біз Қызылорда өңірі бар ғой, сол жер үшін, Сырдария бойындағы қалалар үшін Шайбани мемлекеті, Қазақ хандығы, Ноғай ордасы, Орта Азия мемлекеттер бір-бірімен істеген соғысуы мәжбүр болған. Сол үшін Қызылорданың қыздары сондай батыр ғой енді. Ұлдар да батыр, өйткенеге сондай. Енді ойлашы, Қызылорда үшін соғысқан ғой барлығы. Енді Керей мен Жәнібек ханның жалпы Қазақ хандығының құрамына қай жерлерді қосқан? Бірінші орталық Қазақстанды қосқан Керей мен Жәнібек. Одан кейін батыс Жетісуды бөлек алмайды, өйткені мына жерде Моғолстан бар. Сонымен қатар Сырдарияның төменгі ағысы, яғни мына жердің ғана қосқан. Мына бастапқы кезінде Қазақ хандығының территориясы осы жер болған. Міне. Яғни Керей және, өйткені мына жақта Ноғай ордасы бар батыста, мына арада бір бөлігінде Мұхаммед Шайбанидің несі бар, мына жақта Моғолстан мемлекеті. Жалпы сонда Керей мен Жәнібек Қазақ хандығының құрамына қосқан жерлер қай жерде айтасыздар? Орталық Қазақстан аймағы, батыс Жетісу, сонымен қатар Сырдарияның төменгі ағысын. Енді жалпы айтады, 15 ғасырдың соңы мен 16 ғасырдың басында Қазақ хандығының сыртқы саясатта басты міндеті бұл Сырдария аймағын өзіне қарату болды. Яғни былай айтқан кезде Қазақ хандығының жалпы 15 ғасырдың соңы мен 16 ғасырдағы негізгі мақсаты мына Сырдария бойындағы қалаларды қарату, яғни мына жерді қарату болған. Міне, қатарсыз көрсеттім. Сонда жалпы айтқанда 15 ғасырдың 80 жылдардан бастап мына Сырдария қалалары үшін мынау қазақтар, мына жақтағы Моғолстан және Шайбани мемлекеті бір-бірімен соғысады. Жаңада айтып өткен. Яғни былай айтқан кезде 15 ғасырдың 80 жылдардан бастап Сырдария қалалары үшін қазақ, моңғол және Шайбани арасында не өтеді? Бір-бірімен соғыса бастайды. Енді айтады жалпы 15 ғасырдың соңына қарай дейді, мына Сырдария аймағы дейді, қазақ, моңғол, Шайбани арасында бөліске түседі. Сонда былай айтқан кезде сіздерден сұрауы мүмкін, 15 ғасырдың соңында қазақ, моңғол, Шайбани арасында бөліске түскен қай аймақ деп айтасыздар? Ол Сырдария аймағы деп айтасыздар. Яғни қазіргі Қызылорда территориясы. Сонда святое место болып тұр Қызылорда. Сондай қасиетті жер болып тұр да Қызылорда жері. Ол жақта енді кезінде ағаш көп болған шығар, енді қазір ағаш жоқ. Сонымен біз түсіндік. Яғни 15 ғасырдың соңына қарай жаңағы Қазақ хандығы мен Моғолстанның Шайбани арасында негізгі проблема қай жер үшін таласып жатыр? Бәрі Сырдария аймағы үшін таласып жатыр. Сонда уже сіздер логиканы қосасыздар. Сонда сіздердің ұбт-дан сұраса, жалпы Қазақ хандығы құрылған кезде Керей мен Жәнібектің негізгі мақсаты қандай деп айтасыздар? Ол жаңағы Сырдария бойындағы қалаларды өзіне қосып алу болды. Ары қарай. Енді 1513 жылы осы жаңағы Мұхаммед Шайбани соңғы рет жаңағы Сығанақ қаласына жорық жасайды, бірақ осы жорығында Мұхаммед Шайбани Қасым сұлтаннан жеңіліп қалады. Яғни 1513 жылы Мұхаммед Шайбани соңғы рет Қазақ хандығына жорық жасайды, жаңағы Сығанақ қаласының түбінде. Енді бұл жолы кімнен жеңіліп қалады? Қасым сұлтаннан жеңіліп қалады. Ол кезде Қасым хан емес, әшейін сұлтан. Енді Мұхаммед Шайбани Қасымнан жеңіліп қалады Сығанақ қаласының түбінде. Бұл енді алады құтырып Иран шахымен соғысады. Сол кездегі Иран шахы, яғни 1513 жылы Иран шахы Исмаилмен соғысады, Мерв түбінде шайқаста Мұхаммед Шайбани қаза табады. Яғни ойлаңыздаршы, 1513 жылы Мұхаммед Шайбани Сығанақ қаласының түбінде Қасым сұлтаннан жеңіліп қалады. Қасым сұлтан оны конкретно орнына қойып тастайды. Мұхаммед Шайбаниді алады да, бит полка қойып тастайды. Сөйтеді Мұхаммед Шайбани жеңіледі.
қайтып келеді, уже авторитет жоқ Мұхамед-Шайбанида. Сөйтеді де бұл келеді, мына Иранмен соғысады. Мына жақ Иран жақ, Иран. Осы жерде Иран шағы кіммен соғысады? Исмаилмен соғысады да, нәтижесінде Исмаил Мерв қаласының түбінде осы кімді? Мұхамед-Шайбаниді өлтіреді. Сонда былай айтқанда Мұхамед-Шайбани Иран шахы Исмаилдің қолынан қаза тапқан 1510 жылы. Енді жалпы біз бұл жерде енді келетін келесі хан бұл Бұрындық хан. Яғни Керей, Жәнібек, одан кейін Бұрындық хан келеді. Жалпы біз жаңа айттық, Бұрындық бұл Керейдің ұлы. 1474-1511 жылдары Қазақтың ханы болған, шамамен 30 жылдай билік еткен. Енді жалпы осы Бұрындық туралы Ибн Рузби хан былай деп баяндайды. Ибн Рузби хан айтады: Бұрындық хан қазақ ұлысына дейді, аттарына мініңдер, жауға аттанамыз деп бұйрық берген мезетте дейді, жер қайысқан, қол жиналған деп сипаттайды. Енді Бұрындықтың кезеңінде, жалпы Бұрындық өте мықты хан болған кезінде, Қасымды, жаңағы Сана қаласының түбінде Мұхамед-Шайбани жеңген ғой. Бірақ та Бұрындықтың жалпы билік еткен кезінде халықтың арасында көбінесе самый авторитетный Қасым болған. Қасым Сұлтан. Жалпы енді айтады, жаңағы Бұрындықтың ел ішінде беделі болмағандықтан кейін Самарқантқа көшіп кетуге мәжбүр болған дейді. Сонда жалпы біз түсіндік. Бірінші Керей, одан кейін Жәнібек, Жәнібектен кейін Керейдің ұлы Бұрындық келеді. Ол 1474-1511 жылдардың арасында билік еткен, қазақтың ханы болған. Жалпы Бұрындықтың халық арасында абыройы өте жоғары болмаған, себебі ол кезде халықтың арасында Қасымның авторитеті мощный болған. Соны айтады, жаңағы осы Бұрындықтың ел ішінде беделі болмағандықтан ол Самарқантқа көшіп кетуге мәжбүр болды. Сонда сіздерден сұрау мүмкін, Самарқантқа көшіп кетіп